Еске алумен өлең жыр оқылғанда, өртес егер жүректі жалын ішкі, мәңгілікке аттанған жақын жанға жеткізе алмай, айта алмай сағынышты. Жақсы жанның дәріктеп жүрген көшін, өмір жолын ұрпаққа құрыптауға, көз алдынан өшірмей нұр бейнесін, ұлы жанды тиіс біз ұмытпауға. Отыз жыл болды дүниеден өткеніңе, қоштасып бізден мәңгі кеткеніңе. Рухыңа бас иіп еске аламыз, амал бар ма тағдырдың өткеліне. Исаев Болатбек Рахманқұлұлы 1963 жылы 7 қаңтар күні Қарабастау ауылында дүниеге келген. Әкесі Исақұлы Рахманқұл, анасы Байқожа қызы Ақбалық. Ата-анасының сүткен жесі. 1980 жылы Қарымбай Қошмамбетов атындағы орта мектепті бітірген. 1981 жылы Қаратау тау-кен өңдеу техникумына оқуға түсіп, 1981 жылдан бастап Солтүстік теңіз флотында 3 жыл әскери борышын абыроймен өтеді. Елге қайтқан соң оқуын қайта жалғастырып, 1986 жылы техник құрылысшы деген квалификациясын алды. 1986 жылдан бастап өмірінің соңына дейін Қарымбай Қошмамбетов атындағы орта мектепте еңбек пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарды. Жолдасы Сүлейменова Разия Қамбарбек қызымен 1986 жылы 19 сәуір күні отау құрып, 2 қыз, 1 ұл сүйді. Ордалы 30 жасында Алланың қалауымен дүниеден өтті. Артында әкесінің тұяғы болып 3 перзенті, олардан тараған 6 немересі бар. Кіршіксіз туған анадан байлыққа барын балаған, баласын жарын бағым деп санаған. Жан едім қайтем нарадам, жарық ет жатқан жерінде. Сұраймын бүгін, сұраймын Алладан. Әкешім, орының бөлек өмірде. Әкешім, жоқтығың батты көңілде. Әкешім, түсіме емші асқар тауым менің. Әкешім, сағынып жүрмін өзіңді. Әкешім, айта алмадым кей сөзімді. Аңсаймын балалық бар, бал дәурен кезімді. Шырағың әке сөнбейді, жолдар
қалды айтылмай. Әкешім, ұрпағың қалды артында. Әкешім, кірлетпейміз алтынды алтында.